Сәлеметсіздер ме? Кешегінің жалғасын бастайық. Енді осы бет боп тұра берсін. Сосын мына бетіне барған кезде біраз әрекет келтірдік. Яғни мына жерге барған кезде артиклдің үстінде карт, thumbnail, бұған transform break, scale, мынан бір, мында. Hover болған кезде. Сосын бұған transition берейік. Transition. Transform дейік те. 13 секунд. Сосын бұған айтайық. Overflow хайдын қып тастайық. Бұл неге сыртына шығып кетті? Мен жерде емес екен ғой. Карттың ішіндегі карт thumbnail'дің overflow хайдын. Өстік байық. Сосын индекс бере салайық. Мынаған
Хауырды мынаған бермейік. Хауырды мынаған берейік. Яғни хауыр болған кезде яғни карттың бетіне барған кезде де ана үлкейіп кішірейіп тұрсын. Мында. Және bu da үлкейсін. Оған да транзишн берейік. Мынаған да берейік. Артикл оған да беріп қояйық. Бұған да берейік.
және контентке де беріп тастайық. Hover'дың ішіндегі контенттің background color дегенін алдында мынаны бердік қой. Енді осыны бұлай қылып тастайық. Background color мынандай секунд дейік. Және батырманың курсоры pointer жалған екенін білдіріп тұрсын. Және тайтылын үлкейтейік. Font size 22 пиксельге дейін өзгерсін. Transition берейік. Font size қояйық та. 4 секунд. Және мынау hover. Да. 22 өтілген екен. 20. Ал енді мынаған келейік. User list. Бұған барған іштен етпесін. Мынаған барған кезде background берейік. Ел олайық. Жеп жеңіл болсын. Бұл болады екен. Бұдан да төмен болсын. Border беріп тастайық. Border radius 50%. Енді дұрыс көрінді. Негіз осылай болсын. Енді біз JS бөлімін көрейік. JS-те не істейміз дегенде мына тіркелу істейік. Логин пейдж құрайық бір. Мына жерге
Сосын мынаны басып қалғанда логин дегенге кіресін болсын. Жерді өзгертейік. HTML дейік. Мында кірді. Ал енді астына тағы бір HTML қарайық. Логиннен кейін сосын міне жерге регистр деп жазайық. Кәне көрейік. Мұнан да апарып тастауымыз керек қой. Жалғанымы регистр HTML. Міне барып тұр. Содан кейін логинге барғанда бір сурет іздейік. Қарапайым біреу істей салайық. Мынаны істейік. Мынау демек. Контейнер емес, төте жазайық. Логин контейнер. Сосын оның ішінде бірінші title тұрады. Title. Логин деп жазайық. Сосын біздікі қарапайым болсын. Input. Алдымен бір div жазайық. Бұның ішіне бір лейбл келсін. Бұны email деп жазайық. Одан кейін тағы input келсін. ID type деген email болсын.
Енді біреуі төте паспорт болсын, парол. Одан кейін паспорт деп жазайық. Мынада паспорт. Екеу келді. Енді button group бар екен, яғни осының ішінде екі button бар екен. btn бұл sign up дейді, яғни тіркеліп, жоқ, кіру, ал енді біреуі тіркелу. Бұны button қылмайық, unsure қылайық, жоқ, button қылайық. Бір тал алайық біз, өте көп қылмай. Мұнда келді. Содан кейін жерге бір CSS жазайық. Әзір бөлек жаза тұрайық. Міне жерге login CSS. Сосын бұның да padding 0, margin 0 болсын. Сосын жерге кіргіземіз. Login дегенге link CSS styles'ның ішіндегі login CSS кірді. Енді айтайық. Ұзындығын тұрақтап тастайық. Бұлай 300. Яғни login контейнердің ұзындығы 300 пиксель, дисплейі flex flow column. Одан кейін колум теңшедік. Енді ұзындығы 300 пиксель, маржин беріп ортаға теңшейміз. 0 автоматты. Сосын 0 емес. Бұл 0 автоматты болсын. Жоқ, онда керек жоқ. Бүйте салайық. Body'ға да бұған justify content center line items center қып тастайық. Да келет және height 100 prinset. 100 prinset болса не болып қалды мұны? HTML мынандай, head body мынандай дейді. VH деп тастайғанда. VH деген view height деген сөз. Яғни
Bunu da көрсөтө кетейин. 100 view деген, яғни мынаған тең. Бұл мына жалпы аралықты айтады. Ал vh деген мына аралықты айтады. Ал мынаның мағынасы былай деген сөз. View width деген сөз. Яғни осы view'дің ұзындығы. Ал енді vh деген анамен ұқсас. View height. Соды міне барлығын бірақ теңшеп тастадық. Енді көрейік. Енді bodyға немене беріп тастайық. Background image. Бұған image бұның өткім жоқ қой дейм. Бұның gradient теңшеуге болады. Liner gradient дейселек. Содан аны екі реңді алайық. Бізде реңді алдайтын бар. Міне color cup деген түсір басыңыздар болды. Ең үстіңгісі мынау екен. Одан ең астыңғысы мынау екен. Және оны бұлай қып тастайық. Алдымен көрейік. Дәл осындай екен болды. Өстіп тұрсын. Оны 60%-ын ұстаса қалай. Болады екен. Үйсі өте болмай қалады екен. Ол да өстіп нормал қалып тұрсын. Содан кейін ортасын келтірейік енді. Бұны қалай теңшедік? Логен ғой. Мұнан алдымен өшіре тұрайық. Неке бөліп бұлай қарай көрейік. Контейнердің ішінде title бар. Контейнерге padding берейік. Қарасақ 30 пиксель көлемінде padding бар екен. Padding 30 пиксель деп көрейік. Содан кейін background беріп тастайық. Аппақ екен. Мұнда негізі осылай екен. Title login деп жаздық. Жоқ. Мен жерге алдына аккаунт деп анамен ұзындығы бірдей қып жазып қояйық. Мұнда аккаунт login. Содан кейін енді title'ын теңшейік. Login контейнер деп жазайық. Сосын ішіне title бар. Title'дың color'ы жаңа мына көк болсын. Одан кейін font weight өте дәу екен. 900 бірақ берейік. Бұған title'ға H1-ді беріп тастайық. Міне. Енді оқсады. Содан font size-ын кішірейтіп теңшей салайық. Font size-ы анадағы бойынша мөлшермен 24 пиксель ма деп ойлап тұрмын. Сондай екен. Содан кейін font family Arialға ұқсап тұр. Солай екен. Мынаны 20 пиксель деп кішірейтейік. Сосын енді бұл тағы text line теңшейік. Text line center ортасына келсін.
Енді болды. Одан маржин бар екен. Маржин оң солы аст үсті мөлшермен қарасақ, жаңа жер 30 пиксель деп ойласақ, астынан үстінен 15 пиксель берейік те, оң солы 0. Осылай келтірдік. Одан астында input'tan надо şu бар. Біздегі бар ғой. Біз аны mail name екеуін біріктіріп бір қатсандыға кәне келтірдік. Сосын text field дегенді ақпілейік. Login контейнердің ішіндегі text field. Осының ішіндегі label'ді қайтеміз. Ішіне жазайық па? Жоқ, өстіп тұрсын. Осының position беріп тастайық, relative деп. Содан кейін login container осының ішіндегі label бұл класс емес, label'дың margin right мынаған берудің керек жоқ секілді. Мына мендегі жей салайық. Минус 100% сеттіп қойық. Не болып кетті мынау? Бұны қоя тұрайық та. Алдыменен мынау мөлшермен қарайтып теңшеп алайық. Input'ты теңшек онда. ID, password, анан ID надырға класс беріп істейік. Label атын жазғанға қарағанда класс қып жазған жақсырақ қой. Label сосын алдына label деп істейік. Login container осының ішіндегі text файлдың ішіндегі inputқа да класс берейік. Класс input деп қойық. Осының ішіндегі input'тың ұзындығы жоқ, display беріп бастайық. Display не болсын? Блок қып тастайық бұны. Міне сосын ұзындығы 100% қып тастайық. Міне енді оқсады. Содан кейін background color берейік. Мөлшермен default қойдым. Сондай екен border'ды жоқ қып тастайық. Және outline деген бар. Оны да жоқ қып тастайық. Outline деген біткен кезде шығатыны. Біткен кезде міне біреу. Оны да жоқ қып тастадық. Мына біреуді жоғалтып тастауға болады. Оны іштеме қылмай қойық. Содан кейін padding беріп тастайық. Оң солынан жоқ, аст үстінен 10 пиксель. Оң солынан 10 пиксель. Анандай дәу болды. Font size-ын үлкейтіп тастайық.
16 пиксель. 18 пиксель қылып қояйық. Содан кейін label margin bottom дейік па? 100% дейік. Түктенбейді екен. 40 пиксель. Түктенбейді екен. Өсіп тұрсын. Бұлан ішіне кіргізек амалдап. Мына айкондарын кіргізбекшіміз ғой. Оны мынамен кіргізек. Алдында margin деген мен кіргізгенді көргенбіз. Яғни ана осы блоктың бас бетінде іздеу деген батырмада margin арқылы кіргіздік. Біз осы жол басқамен, яғни position relative дегенмен кіргізіп көргеніміз жоқ. Сосын мынаның position'ын absolute қылып тастайық. Міне ішіне кіріп қалды. Кіріп қалғаннан кейін бұғанда padding керек. Input'тік мен нұпықсыз 10 пиксель. Ортадарына келеді. Содан кейін мынаның бұған margin bottom беріп тастайық. Ананың аралығы мөлшермен 10 пиксель екен. Бізде сөйтіп келтірейік. Енді байқасаңыздар міне бір ара қисық сияқты. Оң жағы. Неге қисық дегенді көріп білейік. Талдаймыз. Мен жерге барды. Text field мен жерде. Ал мына анау мен жерде, мынау мен жерде. Input 100 пиксель дегенді алып тастасақ бітеді екен. Бұның қандай әсері кеп тұр? Paddingді алып тастап 100-ді келтірейік. Paddingді қосып тастап 100-ді келтірейік. Мына жерден өздеріңіз қарап өз теңшеулеріңізге болады. Мынау 100 пиксель деп тұр. Padding мен қосқанда мынандай болып тұр екен. Бұлай істеуге де болады. Яғни calculator деп алдында істедік қой. Осыдан аламыз. Padding 20 пиксель деп осында есеп шығаруға болады. Міне біз paddingнің әсерінен болып тұр ғой жаңа. Қарағанда өстіп алып тастасаңыздар да болады. Не болмаса басқа әдістермен істесеңіздер де болады. Ұзындығы 100% емес. Бұлай істесек те болады. Padding теңшігенен кейін box sizing border box десек. Border box нес? Content box па? Бұл кезде не істемей қалды? Бұны көрейік. Видеосын алып тастап біз. With 100%. Сосын жаңағы алдындағы border box, яғни content box болса, ішінде контентін алады да padding есептелмей қалады. Ал border box болса, paddingді де есептейді. Қарап тұрсаңыз, бірнеше түрлі өстіп келтіру әдісі бар. Қайсысын істесеңіз де дұрыс, былай істесеңіз де болады. Яғни box sizing, border box, padding box деген бірдеңе бар сияқты еді. Оны жоқ екен.
Болды, біз border box дейік. Border padding сыртында ғой. Borderдың сыртында margin бар, бірақ margin box деген жоқ. Ал енді мұнан ішіне кіргізіп алдық. Бірақ біз мына жерге қоймақшы болғанымыз әріп емес, мына icon болатын. Icon тауып келейік. Мынау нормал екен. Ой, мына JPG дейді, бізді алдап тұр екен. Мынау PNG екен. Mail деп сақтайық. Mailден кейін тағыруы password. Бұл құлып екен. Log дей салайық. Log дегенге біз бір осындай біреуін таба салайық. Мұнаның форматы ұқсамайды екен. Мына JPG дейді. Біз PNG күйіндегісін іздейік. JPG болды. Әйтеу біз ағырын істетеміз ғой. Бірақ оған келмейді. PNG. Мынау болады екен. Log дейікте. Сақтай салайық. Содан көрейік. Labelға email емес мына жерге. Image деп кіргізейік те. Содан images'тің ішінде суреттеріміз қайда кеткен? Көріп келейік. Бұл қайда барып сақтады екен? Ана жаққа барып сақтап сапты ғой. Оны бұлай көшіріп келейік. Мынаның ішінде мына екеуін көшіріп, біз блокпосттың ішіндегі images деген ішіне сақтауымыз керек. Сосын бұны өшіріп тастайық та. Мынадарымызды ашып алайық. Images'тің ішіндегі біріншісі қатсандық. Email. Оған көрінбей қалмас үшін emailді қояйық. Міне келді. Мұны бізді алдық бетіпті. Мұнандай сурет екен ғой. Ананы да көре салайық. Images log password дей салайық. Екеуі де арамға отырып кетті ғой бізді. Log не 100 пиксель деп
Log'ды түсірдік. Енді log емес. Тағы бір өздік. Email. Осыны түсіре салайық. Байланып тұр. Мынандай көрейік. Екеуде дұрыс екен. Көшірейік те. Mesh деген ішіндегі екеуін өшіріп тастап, орнына мынаны қояйық. Содан ашайық. Мынадыр алдамапты. Сосын Mesh дегенге класс берейік. Icon деп. Содан кейін login контейнердің ішіндегі text файлдың icon дегендерін ұзындығы 25 пиксель деп тастайық. Не екеуі де келді. Әзірше өсіп тұра берсін. Сіздер өздеріңіз қалағандарыңызға қарай өзгерсеңіздер болады. Яғни тағы бір фильтр осының ішінде grayscale 80 дейік, 50 дейік, 30 дейік, 6 дейік, өстіп grayscale теңшеулеріңізге болады. Францет қойып тастасам қайтеді екен. Әсіл осылай екен. 10. 0 десем. Он дей салайын. Жоқ, бұның бізге керегі жоқ. Екеуі осылай үлкен кіші болып тұра берсін. Міне басқан кезде тағы мынаның артына кетіп қапты. Бұны да теңшей салайық. Яғни бұл input қой. Input'тың padding бергеніміз padding left беріп тастайық. Яғни мына астына да padding, үстіне де padding берсек, астың үстін басып кетеді ғой. Мынау padding left, right, top, bottom төртеуіне де беріп тастағанбыз. Бұл жерде left'ті орнын алмастыра салайық. 45-50 пиксель дейік. Кәне көрейік. Мұнда енді біраз нормал болды. 45 қылайық. О да нормал екен. Болды. Мұнаның сурет өтілген болып кеткен сияқты. Болды. Енді дұрыс болды. Енді астында button бар болатын. Login контейнердің ішіндегі bittен group'тың display'in
flex деп, содан кейін justify content, center, line айтамыз. Center деп тастайық, ортасына келсін. Содан бұл үстінен ара қашықтығы жоғары, сондықтан padding беріп теңшейік бұны. Асты үсті 30 пиксель екен. Оң солы 0 қылайық, 30 пиксель 0. Мұнда негіз болды. Енді осы btn групптың ішіндегі батырма бар ғой. Батырманың несін теңшейік. Деви емес. Баттан қықпайық ең жақсысы. Яғни мәнісі бар элементтерді қойғанымыз дұрысырақ. Содан кейін бұған padding берейік. Paddingді аст үстіне 3 пиксель, оң солы 20 тіпті 30 пиксель ғой деймін. 25 пиксель беріп тастайық. Мөлшермен осылай қойайық та. Фон сайзын кішірек қылайық. Анада сүйкімді екен. Қаншалық қыламыз? 14 пиксель. Он 4 пикселдің өзі дәу болып кетті ма? Бұл жерде placeholder деген нәрсе қақпапты ғой. Мынаған жазамыз. Inputқа жазылады ғой. Placeholder яғни арт жағынан көрініп тұратын. Біріншісін email деп қояйық. Келді. Екіншісінің placeholder'ы password деп қояйық. Одан email жазған кезде password жазған кезде дұрыс type'ын бүйтіп белгілеп қойдық қой. Type password деп. Он төртті өтілкен болып кетті ма? 12 пикселдейік. Мұнаны оң солын 30 пикселдейік. Аст үстін 5 пикселді бүлкейтейік. Содан кейін реңі ақ екен. Ақ. Ал енді background'ы ана сияқты екен. Background image береміз. Liner gradient береміз. Gradient қойына. Ана сияқты реңді өзгеруді gradient дейді. Ол екіге бөлінеді. Біреуі liner, яғни сызық бойынша. Енді біреуі радиал дейді. Яғни ол бір шеңберді центр етеді. Шеңбердің центрі бойынша оны әр түрлі өзгертуге болады. Мынаны өзгертуге болады. Көп рең беруге болады. Ала-құла қып. Бұның реңдерін бағана бергенбіз. Біреу мына рең болатын. Міне жерде көшіре салайық та. Содан кейін қарайық. Мына ұқсап қалды. Біздік солдан оңға қарайық. Бірінші рет градусын белгілеуімізге болады. Ойбей, минус 90 екен. Минус 90 немесе 270 десек те болады. Біз минус 90 дейік те. Одан бұда тағы border бар. Border радиосы.
маңызды болған соң үлкенірек көрсетейін. Мынаның ұзындығын көрейік. Қаншалық ұзын болыпты? Жаңағы теңшеуіктеріміздің арқасында 88 пиксель дейді. Онда border радиосы 88-дің жартысы. Жоқ, анау 88 деген сырты ғой. 88 болса өте дөп болып кетеді. 28 дейді. Ана сыртындағы бордердарын алып тастай қалдым мен. Border нан outline нан. Яғни екеуінде жоқып тастайық. Border radius 14 пиксель қойық. Мында оқсады, бірақ пәдден үлкенірек екен. Ойбай, бейсек болмайды екен. Осылай болсын. Негіз оқсады. Міне екеуінің аралығы оқсамай қапты. Яғни тайтылға margin астың жағын 30 пиксель деп беріп тастайын. 30-дан да көп екен. 45 пиксель. Енді дұрыс болды. Біз мына батырманы жасамай қойық. Оны төте регистр бетіне жасайық. Енді болды, осыны төте көшіріп апарасақ болады. CSS-ін жазып болдық. Енді логен екеуі ұқсас қой. Мынаны көшіреміз. Мынаны апарып шаптаймыз да мынаны жазударын өзгерте саламыз. Одан кейін мынау әсілі мынау сайын ап болады. Ал енді анау болса ин болады. Бәрін үлкен жазумен жазайық. Немесе мынаны CSS-пен ішіне жазған жазу үлкен қылуға болады. Мысалы, көрейік. Дей салайық та, жаңа CSS-іміздің ішінен login CSS-қа жазғамыз. Осының text transform деген бар. Мынау әгі бірінші әріп үлкен болады. Мынау болса барлығы кішкене. Мынау әдеттегі ештеңе жоқ дейді. Uppercase, яғни міне бәрі үлкен болып келді. Мысалы login деген кішірейтейік. Сайын енді албатып біреуін үлкен біреуін кіші қылып жаза салайық. Бәрі ұқсас міне нормалы көрінеді. Енді бұл болды. Бұл бетінде жасадық. Мына бетінде жасадық. Мұнаның аты өзгермей қапты. Register болу керек. Мұнда біреу register деп тұр. Енді біреуі login деп тұр. Болды, осы екі бет бүгінше осылай болып тұрсын. Мұнаның курсорға қапты ғой. Pointer. Міне болды.